Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға өте тамаша болып шығатын, жаздың күні жасалатын торт десерттің рецептісін көрсеткім келіп отыр. Торт десеңіздер де, десерт десеңіздер де жарасатын өте тамаша торт. Әсіресе йогуртовый торт ұнататын жандарға дәл осы видеом арналады. Менің видеомды соңына дейін қарап, дәл осы тортты бірге әзірлейік. Ең алдымен желатинді ыдысымызға салып, үстінен жарты кесе немесе жарты кружка су құйып, жақсылап отырып араластыратын боламын. Осы желатинді толыққанды бөккенше қалдырамын. Келесі кезекте басқа ыдысымызға 700 грамм қаймақ салдым. Мендегі қаймақ дәл осындай шелекте тұратын 20% қаймақ. Кез келген қаймақты қосуға болады және бір кесе қант қосамын. Үстінен бір ас қасық ванильді қант қосатын боламын. Венчиктің көмегімен қантымыз толыққанды ерігенше жақсылап отырып араластыратын боламын. Осы арада ескеретін жағдай, егерде сіздердің жидектеріңіз немесе жемістеріңіз ашылау немесе қышқыл болатын болса, онда қантты 2 есе қосыңыздар. Демек, 2 кесе қант қосатын болсаңыздар, торттарыңыз дәмді және тәтті болып шығады. Араластырып алып 5 минутқа қалдырамын. Келесі кезекте формамызды алып, астына пергамент төсеп, формамызды кигізетін боламыз. Мендегі форма 21 диаметрлік форма. Және шеттеріне пищевой пленкамен орап шығамын. Бұл біздің тортымыздың ағып кетпесі үшін. Егерде сіздер формаларыңызға сенімді болсаңыздар, дәл осылай орамай-ақ қоюға да болады. Келесі кезекте жемістерді дайындаймын. Мендегі жеміс құлпынай және малина. Құлпынайларымызды тазалап, орталарынан бөліп шығамын. Осы аралықта біздің желатиніміз толыққанды бөгіп, судың барлығын өз бойына сіңірді. Желатинді микроволновкаға ертетін боламын. Қыздыра отырып ерткен осы желатинімізді қаймақтың үстінен аз-аздан құя отырып араластырамын. Араласқан қаймақтың үстінен құлпынайды салып, тағы да бір араластырып аламын. Және үстінен малинаны қосамын. Біздің тортымыз әдемі түске енгенше, бір келкі болғанша қасықтың көмегімен жақсылап отырып араластырамын. Қалған құлпынайлармен осы формамыздың шеттеріне қойып шығатын боламын. Бұл біздің тортымызға әдемі өң және әсемдік беру үшін. Осымен біздің формамыз дайын. Дайын болған осы қаймақты кремімізді немесе торттың основасын осы формамызға құямыз. Және қасықтың көмегімен бетін бір тегіс етіп салып шығатын боламын. Артылған қалған малиналарды осы тортымыздың бетін әсемдейтін боламын.
Осымен біздің тортымыз дайын болуға жақын. Дәл осылай дайын болған тортты кемінде 4 сағатқа тоңазытқышқа қалдыратын боламын. Малиналарды кішкене лопатканың көмегімен матырып шығамын. Және 4 сағатқа немесе 5 сағатқа, бұл өздеріңіздің уақыттарыңызға байланысты, тоңазытқышқа қалдырамын. Менде 4 сағат уақыт аралығы өткеннен кейін пышақтың көмегімен тортымыздың шеттерін формадан босатып аламын. Тортымызды формамыздан шығарып, тортты салатын кез келген тарелкаға салып алатын боламын. Өте әдемі болып шыққан, көріп тұрғандарыңыздай тамаша торттың бірі. Сіздерге ортасын кесіп көрсететін боламын. Өте нәзік. Жаздың күні салқын күйінде де дастарханға ұсынуға болатын тамаша торт. Дәл осы тортты менің рецептім бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Кез келген рецепттермен қорықпай эксперимент жасап, дәмін татып көріңіздер. Өте ерекше болып шығады екен. Үйдегі балалардың барлығына ұнайтын десерттердің бірі. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Қоңырауша белгісін басып қоятын болсаңыздар, сіздермен бірге дәл осындай керемет рецепттерде кездесетін боламыз. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы. Келесі рецепттерде кездескенше сау болыңыздар. Дәл осы рецептпен достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар.